Жүзім тобы фанаттарын жаз бойы біраз әбігерге салған еді. 6 қыздан құралған Girls Band 3 бірдей мүшесімен қош айтысқанда. Ұжымнан Мэдзи, Шира, Эриканың кетуі Демимнің төбелерінен жай түсірді. Бұл шешімге жаңағыдай тіл табыспаушылық деп айтуға болады. Себебі көп жағынан, шығармашылық жағынан қысым жаңағыдай адами тұрғыдан көп жағынан бізде түсініспеушіліктер болып қалды. Продюсерлері Аслайдармен түсінісе алмаған өнерпаздар кетуден басқа амал қалмады деп отыр. Арулар топ жетекшісінің жұмысына көңілдері толмағанын айтады. Тіпті олар ортақ келісім шартта жасаса алмапты. Біз өзіміздің тарапымыздан көп рет жаңағыдай продюсерден сұрадық, контрактқа қол қоямыз, қашан контракт болады, немесе оны жаңағыдай поштамызға алып қарасақ болады ма деген сияқты сұрақтарды қойып бастағанда, қазір қоямыз, я уақыт өте келе біраздап 2 аптадан кейін қоямыз деген сұрақтар деген жауап алдық. Ал Аслайдар қол астындағы қыздармен іс жүзінде ортақ келісімге келуге асықпағанын жасырмайды. Маған продюсер ретінде өз қызметімді дұрыс атқара алмағанымды айтты. Мен бұл жобаға барымды салдым. Сондықтан келісім шартты маңызды емес деп ойладым. Жан-тәніммен берілген жұмыс болғандықтан мен қыздарға сенім арттым. Енді ғана қателік болғанын түсініп отырмын. Жүзімде Мэдзи мен Шира болған қыздар бүгінде Бөпе мен Ру атымен танылмақ. Бойжеткендер алғашқы фан кездесулерін ұйымдастырып, алдағы жоспарларымен бөлісті. Себебі қыздарды енді топ мүлде қызықтырмайтын көрінеді. Экс-продюсерлер тұрмақ, өзге қыздармен де қарым-қатынастарын үзген. Қазіргі таңда жоқ, араласпаймыз. Өйткені олардың жаңағыдай өзінің жұмыстары бар, өзінің мақсаттары бар қазіргі таңда. Аслайдар да қарап отырмақ емес. Продюсер Жүзім тобына кастинг жариялап, жаңа құраммен жобаны жалғастырмақ. Ал қыздар болса, жеке шығармашылықты қолға аламыз деп отыр.